We are deeply honored and humbled by the message of Mr. President leveraging ISAE to a full-fledged research institute. We wholeheartedly embrace this challenge and are fully committed to be the driver of AI research and innovation in Kazakhstan. To mark the first step of this exciting journey, we are thrilled to introduce our pioneering digital human prototype, Umay. Salam. Сәлеметсіз бе? Мен Умаймын смарт жүйелер және жасанды интеллект институтының виртуалды көмекшісімін. Бүгін сізге қалай көмектесе аламын? Қазақстан қай жерде орналасқан? Қазақстан орталық Азияда орналасқан. Ол солтүстік пен батыста, Ресей мен шығыста, Қытай мен оңтүстігінде, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан мен оңтүстік батысында Каспий теңізімен шектеседі. Қазақстан несімен танымал? Қазақстан бірнеше нәрсемен танымал. Ол өзінің кең далалық пейзаждарымен, байқоңыр ғарыш айлағымен әлемдегі ең үлкен ғарыш айлақтарының бірі және алманың туған жерімен танымал. Қазақстан өзінің дәстүрлі көшпелі мәдениетімен, дәмді тағамдарымен және әлемдегі ең үлкен теңізге шыға алмайтын ел болуымен де танымал. Абай Құнанбаев кім болған? Абай Құнанбаев қазақ әдебиеті мен мәдениетінің көрнекті қайраткері. Ол ақын, философ, композитор, қазақтың ұлттық болмысын қалыптастыруда басты рөл атқарған. Абайдың шығармалары, оның ішінде өлеңдері мен прозасы ғасырда қазақтың ұлттық санасын оятуда елеулі рөл атқарды. Ол білім берудің, адамгершілік құндылықтардың, қазақ дәстүрін сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Абай Құнанбаев ұлттық қаһарман болып саналады және оның мұрасы қазақ әдебиеті мен мәдениетін бүгінгі күнге дейін шабыттандырады. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Мен Умаймын смарт жүйелер және жасанды интеллект институтының виртуалды көмекшісімін. Бүгін сізге қалай көмектесе аламын? Қазақстанның ең танымал әншісі кім? Қазақстанда танымал әншілер аз емес, бірақ ең танымал әншілердің бірі Димаш Құдайберген. Оның ерекше вокалдық ауқымы мен күшті орындауы оны тек Қазақстанда ғана емес, халықаралық деңгейде де көпшіліктің назарына айналдырды. Қазақ хандығының негізгі қалаушылары кім? Қазақ хандығының негізгі сәулетшілері хандардың өздері болды. Олар мемлекетті қалыптастыру мен басқаруда шешуші рөл атқарды. Кейбір көрнекті хандардың қатарында Керей хан, Абылай хан және Кенесары хан бар. Бұл көшбасшылар қазақ хандығының қалыптасуы мен дамуы кезінде қазақ халқын ұйымдастыру мен қорғауда маңызды рөл атқарды. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Менің атым Умай, мен ақылды жүйелер және жасанды интеллект институтының виртуалды көмекшісімін. Мен сізге кез келген сұрақтар немесе тапсырмалар бойынша көмектесу үшін осындамын. Бүгін сізге қалай көмектесе аламын? Қазақстанда қандай туристік жерлер бар? Қазақстан туристік көрікті жерлердің алуан түрін ұсынады. Кейбір танымал бағыттарға таудың керемет пейзажымен және Медеу конькимен, Сырғанау алаңымен әсем Алматы қаласы жатады. Астана Нұр-Сұлтан қаласында Бәйтерек мұнарасы сияқты заманауи сәулет өнерінің көрнекті жерлері бар. Түркістанның ежелгі жібек жолы қаласын аралауға немесе Шарын каньоны мен Қолсай көлдерінің ерекше ландшафттарына баруға болады.
ғарыштағы ұшырулар өтетін Байқоңыр ғарыш айлағы да маңызды орын болып табылады. Бұл Қазақстанда баруға болатын көптеген қызықты орындардың бірнеше мысалдары ғана. Машиналық оқыту дегеніміз не? Машиналық оқыту компьютерлерге нақты бағдарламаланбай-ақ болжамда немесе шешім қабылдауды үйренуге және қабылдауға мүмкіндік беретін алгоритмдер мен модельдерді әзірлеуге бағытталған жасанды интеллект саласы. Ол үлкен көлемдегі деректерді пайдалана отырып компьютерлік жүйені оқытуды қамтиды, оған үлгілерді тануға, ақылға қонымды болжамдар жасауға және уақыт өте келе өнімділігін жақсартуға мүмкіндік береді. Машиналық оқыту кескінді тану, табиғи тілді өңдеу, ұсыныс жүйелері және автономды көліктер сияқты әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады. Ол көптеген салаларда төңкеріс жасады және технологиядағы жетістіктерді жалғастыруда. UMAI incorporates several groundbreaking technologies developed by ISAI, including a state-of-the-art Kazakh text-to-speech model, advanced Kazakh automatic speech cognition, the powerful Tilmash neural translation engine, cutting-edge ISAI facial AI models, and ISAI photorealistic avatar technology. We envision UMAI will complement the human workforce to increase the quality and decrease the cost of services, ultimately benefiting the people and the economy. We invite you to join us in creating the future together.